мобильді телефондарыңыздан жүктеу арқылы мысалы үшін әлем әдебиетін сіздер жүктеп осы 41-ші мектептің кітапханасында көрініп тұрады, осы арқылы сіздер өздеріңіз оқи аласыздар. Жүктеп алып. Сонымен қатар бұл жерде біздің мектебімізде өздеріңіз көріп тұрғандай буквосинг дегеніміз кітап алмасып оқу. Өзіміздің үйіміздегі кітапты оқушыларға әкелу арқылы, кітапқа қайтадан өмір сыйлау арқылы оқушылар оқиды. 20 айлықтық қоңырауда осы жерде оқушыларымыз келіп кітапты оқиды. Сонымен қатар қазіргі жаңа ақпараттық технологиялардың дамыған заманында біздің мектебімізге де кітап қоры дамып, осы тәуелсіздігіміздің арқасында бірнеше жаңа кітаптар енгізіліп отыр. Солардың бірі даналық әліппесі 12 кітаптан тұратын және де абайтану әліппесі инновациялық қаламмен оқитын кітап. Бұның ерекшелігі сіздер бір-екі кітабын көрсетіп